Қонжық және оның достары. Достарым көп болған өте жақсы, ал мына қонжықта достары өте аз екен. Өйткені қонжық өзі кінәлі. Қонжық ойын ойнағанда әр уақытта достарына күш көрсетеді екен, мазақ етеді екен. Әр кезде олармен достаспауға тырысады екен. Бірақ жанындағы ормандағы балаларды өз досым деп санайды екен. Қонжық орманда келе жатып, достарының алыстағы дауысын естиді. Әрі тыңдайды, бері тыңдайды. Сөйтсе ол тығылыспақ ойынын ойнап жүр екен. 1, 2, 3, 4, 5 кім тығылды? Үлгердіңдер ме? Мен қазір тауып аламын. Жүгіріп жүрген балалардың өзінің достарының дауысын естігеннен кейін қонжықта ойнағысы келіп кетеді. Өй, балалар, қай жақта ойнап жүр екен? Дауыстарын естіп тұрмын. Қап, әттеген-ай. Ой, кім санап жатқан? Қайсын санап жатқан? Сен бе, әлде сен бе? Ал менің достарым қайда? Ей, достарым, сендер қайдасыңдар? Ешкім жоқ, барлығы тығылып қалыпты. Неге одан тығылып қалады? Өйткені қонжық ылғи да балаларға күш көрсетіп, ұрыс шығарып көрсетеді екен. Кейде қол жұмсап балалармен төбелесіп қалады екен. Балалар әбден ығырығы шығып, қонжықпен ойнағысы келмейді. Қонжық келе жатса, тығылып қалады екен. Осы жолы да тығылып қалды. Өй, мыналардың дауысы осы жерде ғана шығып тұр еді. Қай жақта өзі? Естілмей қалды ғой. Сен көрген жоқсың ба? Әлде сен? Қазір мен іздеп табамын оны. Қап, әттеген-ай. Ашуланып, әр жерді іздейді, онда да таппайды. Жер тепкілеп, ақыра бастайды. Ей, қайдасыңдар? Достарым, шығыңдар. Амалы құрған достары үндемей шыға бастайды. Ең бірінші шошқа шығады. Ха, сәлем қонжық, немене сонша айқайлайсың? Біз сенмен ойнағымыз келмейді. Сен бізге күш көрсетесің ғой. Оны әрі қарай жұлдыз құртта қолдап алып кетеді. Иә, сен оңайда кішкентайға күш көрсетесің. Кеше мен аяғымнан тарттың, құйрығымды жұлып ала қалдың. Сенмен ойнағым келмейді. Тасбақа болса, ол да сөзден қалыспай, достарының сөзін әрі қарай іліп алып. Я, сен ылғи да бар ғой, мен басымнан қолыменен ұрасың. Әлгі тырнақтарым басыма сондай кіреді, тіпті ауыр қалды. Сенмен ойнағым келмейді. Қонжық болса, мазасы кетіп, ашуланып, жер тепкілеп. Менімен ойнамасаңдар, мен қазір сендерді анама айтып беремін. Ойнаңдар кәне тездетіп. Деп ашулана бастайды. Жарайды, ойнасақ ойнайық. Деп әрқайсысы шешім қабылдайды. Ендеше сен жасырынбақты жасырып, 10-ға дейін санайсың, ал біз болсақ тығыламыз. Осыған келсең ғана бізбен ойнайсың. Сонда жұлдыз құрт айтады. Я, егер сен қазір 10-ға дейін санап біз жасынсақ, онда мен де сені ойнаймын. Тасбақа да құр қалмайды. Я, мен де онда келісемін. Сен 10-ға дейін сана, көзіңді жым, бірақ сен қарамайым. Біз қазір жасынып үлгерейік. Үшеуі үш жаққа қарай қаша жөнеледі. Ал қонжық болса, амалы құрып, достарымен ойнағысы келіп, көзін жұмып санай бастайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ойын басталды, таяқ жерге тасталды. Мен көзімді ашамын, ал кім жасынып үлгермеді, өзінен көрсін. Көзімді ашамын, ку-ку, ку-ку, көзімді ашамын дедім. Ешкім жоқ па? Жарайды, онда мен іздеуге кірісейін. Сонымен қонжық іздеп келеді, ешкім көзіне көрінбейді. Ана жақты келіп бір іздейді, ешкім жоқ. Мына жақты келіп бір іздейді, ешкім жоқ. Мүмкін ана жақтағы орманға кетіп қалған шығар, иә? Ендеше мен сол жақтан іздеймін. Деп орманға кіреді. Орманның ішіне кірсе, қап-қараңғы екен. Тіпті қандай қорқынышты. Қонжық әрі қарап, бері қарап шошып, бір қалың қурап қалған ағаштарға кіріп, кеткенінде байқамай қалады. Әлгі ағаштар қонжықты тырмалап, жан-жақтан тарта бастайды. Ал қонжық болса, ой, жіберіңдер дедім мені, жіберіңдер. Сендер менің үстімнің бәрін тырмалап тастадыңдар ғой.
Қап, әттеген-ай, жіберіңдер. Қандай қорқынышты, ай. деп жылап жібереді. Ал ағаштар болса, одан оны етегіне жабысып, оны қайтадан тарта бастайды. Қонжық зәресі қалмайды. Ай, достарым, қайдасыңдар? Көмектесіңдер. Ай, қорқыныштысың-ай. деп жылап қалады. Достары естіп, тығылып қалған жерінен жүгіріп келеді. Өй, мына қонжықтың даусы ғой. Бар көмектесейік. Көмектесеміз ба? Ендеше мен барып көмектесейін. Таспақа барып қонжықты қараса, бұтаның арасында көзін жұмып алып, тығылып жылап отыр екен. Оған қатты жаны ашып кетеді. Ей, жұлдыз құс, шошқа, қайдасыңдар? Мұнда келіңдер, қонжықты құтқарамыз. дейді. Сонда достары құтқаруға келеді. Өй, мынау ағаштың арасында жатыр ғой. Көмектесейік, достар. Иә, көмектесейік. Мен де көмектесемін, дайынмын, досым үшін жанымды беремін. Жылап отырған қонжықтың қолынан ұстайды, тарта бастайды. Ағаштардың арасынан қонжықты 3 досы шығарып алады. Қонжық, ешен жаққаттаған жоқ па? Бәрі дұрыс па? Қонжық болса көзін ашуға қорқып отыр. Қорыққаннан дірілдеп қояды. Қалайсың, қонжық? Бұл біз, сен достарын таныдың ба? Ой, шынында да сендерсіңдер ме? Достарым, шында да достарым ғой. Достарым, мені құтқардыңдар ма? Иә, құтқардық. Қандай күшті. Енді біз бірге дос боламыз ғой. Иә. Ендеше мен сендерге мінезімді көрсетпейтін боламын. Ешқашан қол жұмсап, төбелеспейтін боламын. Айқаламаймын да. Ендеше бірге ойнайықшы. Жарайды, біз сенімен бірге ойнаймыз. Алақай, дос болдық. Төртеуі бірге ажырамас дос болады. Әр уақытта бір-бірімен дос болайық. Еш уақытта қонжық сияқты достарымызға мінезімізді көрсетпейік.